Сәлем балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз бірінші қозғалыстың қасиеттері. Теорема 9-1 қозғалыста түзу бойында жатқан нүктелер, енді түзу, басы, аяғы былай кетіп отырған түзу. Түзу ол дейтін тіке жүреді, жатқан түзу бойында жатқан нүктелер түзу бойындағы нүктелерге көшеді және олардың өзара орналасу тәртібі сақталып қалады. Неге өзара орналасу тәртібі сақталып қалады? Себебі бұл қозғалыс. Алдыңғы сабақта біз өттік қой, қозғалыс деген не зат, түрлендіру деген не зат. Бұл түрлендіру емес, бұл қозғалыс болғасын, бәрі өзгеріссіз, мына ара қашықтықтардың барлығы сақталып, сөйтіп ығыстырылады солай. Енді бұны былай түсіндіруге болады. Егер түзу бойында жатқан А, Б, С нүктелері А1, Б1, С1 нүктелеріне көшетін болсам, онда бұл нүктелерде түзу бойында жатады. Сондай-ақ егер Б, А мен С нүктелерінің арасына жататын болса, онда Б1, А1, С1 нүктелерінің арасында жатады. Дәлелдеу. Б нүктесі А мен С нүктелерінің арасында жатсын делік. А1, Б1, С1 нүктелері бір түзудің бойында жататынын дәлелдейік. Егер А1, Б1, С1 нүктелері бір түзудің бойында жатпаса, яғни білеміз ғой, егерде бір түзудің бойында үш нүкте жатпаса, онда ол бізде не болады? Онда ол бізде үш бұрыш болады, естерінде ме? Онда олар үш бұрыштың төбелері болып табылады. Сондықтан А1 С1 кіші А1 Б1-ден қосылған Б1 С1. Яғни А1 С1 қай жерде? Міне, А1 С1 ол кіші А1 Б1 қосылған Б1 С1. Немесе біз оны мына жерде емес, бұл үш бұрышқа жатады. Не себебі кіші ғой, ал мына жерде тең болып кетеді, яғни кіші дейміз, егерде бізде А1 Б1 С1 үш бұрыштың бір түзудің бойында жатпай, осылай әртүрлі түзулерде жататын болса, үш бұрыш құралады. Үш бұрыш құралса, онда А1 С1-ның ара қашықтығы ол кіші А1 Б1 қосылған Б1 С1-дің қосындысынан А1 С1 кіші, Сонда қозғалыс анықтамасына сай, егерде бұл былай болатын болса, бізде онда қалай шығады? Бізде онда былай шығады, АС кіші АБ плюс БС. Сұрақ неге? Себебі дейтін, біз айттық, қозғалыс болатын болса, онда біз мына жер ара қашықтық сақталып, жаңағы
нүктелер сол қалай қандай арақашықтықта тұрып, бір-бірінен сондай арақашықтықта тұрып, барлығы олардың орындары барлығы сақталады дедік, иә. Егер де олай болатын болса, онда бізде былай болатын болса, мысалы А1, С1 ол кіші болатын болса, А1, Б1 қосылған Б1, С1-ға кіші болатын болса, онда А-сы да дәл солай болады. Да, не себебі қозғалыста біз айттық қой, солай қозғалыстың жаңағы қасиеттері сондай, арақашықтықта өзгермейді. Алай кесінділерді өлшеу қасиеті бойынша, алайда біздің кесінділерді өлшеу қасиеті бойынша бізде АС мына жерде тең АБ плюс БЦ. Яғни бізде берілгенде сөйтіп айтылып тұр да, бізде теореманың өзінде бүйтіп тұр, қозғалыста түзу бойында жатқан нүктелер түзу бойындағы нүктелерге көшеді. Яғни түзу бойында жатқан дәлелдеудің басында да бүйтіп тұр, Б нүктесі А мен С нүктелерінің арасында жатсын делік деп тұр. Олай болатын болса, онда бізде АС тең АБ қосылған БЦ-ға. Түсініпсіздер ма? Сондықтан бізде басынан бастап мынау тең екені белгілі болды. Яғни енді мына жерде қараңдар, біз қайшылыққа тап болып тұрмыз. Яғни мына жерде бізде АС қосылған АБ қосылған БЦ, ал мына жерде біз АС кіші АБ қосылған БЦ-ді. Яғни теореманың бірінші тұжырымдамасы дәлелденді. Ендеше Б1 бізде А1, С1 нүктелерінің түзуінде жатады. Яғни мынау дұрыс емес та, басқаша айтқанда. Яғни біз үш нүкте қозғалыста қозғалыста шыққан үш нүктеге барған кезде олар бір түзудің бойында жататындығын дәлелдедік. Енді Б1 нүктесі А1 мен С1 нүктелерінің арасында жататынын көрсетейік. А1 нүктесі Б1 мен С1 нүктелерінің арасында жатыр деп ұйғарайық. Мысалы, сонда егерде А1 мына екі нүктенің ортасында егерде жататын болса, онда қалай болады? Мысалы, мынау біздің мысалы Б1 дейік, мына жер А1 дейік. Мына жер С1 дейік. Б1 мен А1, Б1 мен С1-дің арасында жатыр деп ұйғарайық. Сонда, егерде бұлай болатын болсам, онда Б1, С1 неге тең? Онда Б1, С1 бізде тең А1, Б1 плюс А1, С1. А1, С1. Олай болсам, АБ қосылған БЦ, олай болатын болса, онда бізде мына жерде мынау шығады дедік қой да, мынаны ығыстырғанда, мысалы, қозғалысқа, мына жер қозғалыс болған кезде былай шығатын болса,
Онда b1 c1 тең болатын болса, a1 b1 қосылған a1 c1 болатын болса, онда бізде bc тең біздің қозғалыстың алдындағы нүктелер bc тең болады, ab қосылған ac болады, иә. Бірақ бізде олай деп тұрған жоқ та, бізде қалай деп тұр? Бізде ac тең ab қосылған bc. Мына ac тең ab қосылған bc. Сонда біз қайшылыққа тап болдық. Сөйтіп a1 нүктесі b1 мен c1 нүктелерінің арасында жата алмайды, да? Соны біз дәлелдедік, дұрыс па? c1 нүктесін алатын болсақ, c1-де нүктесі a1 мен b1 нүктелерінің арасында жата алмайтындығын да осы сияқты дәлелдеуге болады. a1, b1, c1 үш нүктенің біреуі қалған екеуінің арасында жататын болғандықтан, ондай нүкте бола алатын тек қана b1. Яғни a1-де жата алмайды b1 мен c1-дің ортасында, c1-де жата алмайды a1 мен b1-дің ортасында. Түсінікті ғой, да? Тек қана b1 жата алады a1 мен c1-дің ортасында. Теорема толық дәлелденді. 9-да бір теоремадан шығатын салдар. Қозғалыста түзеулерге, жаңа біз көрдік та, бізде екі түзеу болды да. Мына жерде бізде екі түзеу болды. Екі түзеу. Мына жерде де мен мынаны қазір кішкене жоғары көтеріп жіберейін. Міне. 9-да бір теоремадан шығатын салдар қозғалыста түзеулер. Түзеу бізде, дұрыс па? Бұл кесінді емес, бұл түзеу. Түзеулерге жарты түзеулер. Міне, мына жерде бізде суретте көрсетіліп тұр. Жарты түзеулер. Жарты түзеулерге қозғалыста жарты түзеулер болып барады. Кесінділерге. Жерде кесінді бізде AB кесіндісі, AB, B' кесіндісіне көшеді. Қозғалыс кезінде жарты түзеулер арасындағы бұрыштардың сақталып қалатынын дәлелдейміз. Міне бізде AB және AC, яғни тағы да оқиын, қозғалыс кезінде жарты түзеулер арасындағы бұрыштардың сақталып қалатынын дәлелдейміз. Міне жарты түзеу, екінші жарты түзеу, сәуле ғой, басқаша айтқанда. Солар міне қозғалысқа ие болды. Міне қозғалыс болды. Бұл бұрыш, А бұрышы, яғни БАЦ бұрышы сақталып қалады өзгеріссіз. Соны дәлелдейміз. АБ мен АЦ А нүктесінен шығатын бір түзеуде жатпайтын екі жарты түзеу болсын. Мынау АБ жарты түзеу, АЦ жарты түзеу, бір түзеуде жатпайтын. Қозғалыста бұл жарты түзеулер басқа бір А1, Б1 және А1, С1 жарты түзеулерге көшеді. Қозғалыстан
Бұл жар түзулер қозғалыс тұсында ара қашықтықтар сақталып қалатын болғандықтан біз білеміз қозғалыста ара қашықтықтар сақталып қалады. АБЦ мен А1, Б1, С1 үшбұрыштардың үшінші теңдік белгісі бойынша тең болады. Ол қалай? Сонда біз білеміз ғой, қозғалыста ара қашықтықтар сақталып қалады. Соның ішінде мына Б мен С-ның ортасында ара қашықтықта Б1, С1 болып сақталып қалады. Сонда бізде неге үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша? Себебі мына үшбұрыштың үш қабырғасы АБ, АС және БС қабырғасы мына екінші үшбұрыштың А1, Б1, А1, С1 және Б1, С1 үш қабырғасына тең. Қабырғалар тең болса, бірінші үшбұрыштың үш қабырғасы екінші үшбұрыштың үш қабырғасына тең болатын болса, онда бұл үшбұрыштар бір-біріне тең. Білеміз ғой, иә? Үшбұрыштардың теңдігінен мына БАС бұрыш бар ғой, яғни мына бұрыш, және Б1, А1, С1 бұрыштарының теңдігі шығады. Дәлелдемекшіміз де осы болған. Түсінікті ғой, иә? Бүгін келесі өтетін тақырыбымыз нүктеге қарағандағы симметрия. Жазықтықтан белгілеп алынған нүкте О, міне мына нүкте, ал еркімізше алынған нүкте X болсын. 187-ші сурет. OX кесіндісінің созындысынан O нүктесінен әрі қарай OX кесіндісіне тең, мына кесіндіге тең, OX штрих кесіндісін өлшеп салайық. Міне, өлшеп салдық мына жерде. X штрих нүктесі O нүктесіне қарағанда X нүктесіне симметриялы деп аталады. O нүктесі симметриялы нүкте O нүктесінің өзі болады. Түсінікті ғой? O нүктесіне симметриялы нүкте O нүктенің өзі болады. Неге? Себебі біз осы нүкте арқылы симметрия өткізіп жатырмыз, иә? Ал X штрих нүктесіне симметриялы нүкте X екен өз-өзінен айқын, иә? Яғни түсінікті ғой, балалар, біз дейтін мына O нүктесі арқылы симметрия, неге симметрия жүргізіп жатырмыз нүктеге. Енді симметрияның да әртүрлі түрлері болады. Ол дейтін нүкте арқылы симметрия, жаңағы түзу арқылы симметрия, немесе жазықтық арқылы симметрия. Оны енді болашақта өтесіңдер, да? Мына жерде енді нүкте арқылы, мысалы бүйтіп салып жаңағы мынаяқ деп айтуға болады, бірақ мына жерде нүкте арқылы тек симметрия жүріп тұр. Ары қарай кеттік. F фигурасының, оның әрбір X, міне F фигурасы мынау, оның әрбір X нүктесі берілген O нүктесіне қарағанда симметриялы X штрих нүктесіне көшетіндей F штрих фигурасына түрлендіру O нүктесіне қарағандағы симметрия арқылы түрлендіру деп аталады. Сұрақ, неге түрлендіру, неге қозғалыс емес? Себебі біз білеміз, қозғалыста қалай тұр, дәл солай жаңағы қозғалады, ол қозғалған кезде. Ешнәрсесі өзгермейді, оның жаңағы ара қашықтықтардың барлығы сақталады деген сияқты, да? Ал мына жерде бұл түрлендіру. Сонда F пен F штрих фигуралары O нүктесіне қарағанда симметриялы фигуралар деп аталады. Неге? Себебі O нүктесі мына жерде түсініп тұрсыздар ғой, орталық
симметрия ортасы О нүктесі. Егер О нүктесіне қарағанда симметрия арқылы түрлендіру F фигурасының өзіне көшетін болса, мұндай фигура орталық симметриялы фигура деп аталады. Егер F өз-өзіне көшетін болса, айналып келіп. Ал О нүктесі симметрия ортасы деп аталады. Мына жерде бір мысал көрсетіп жіберу керек. Мысалы, параллелограммда алайық. Орталық симметриялы фигура болып табылады. Сұрақ неге? Оның диагональдарының қиылысу нүктесі, міне О нүктесі бар ғой, О нүктесі симметрия ортасы болады. Яғни, О нүктесінен мына нүкте симметрия жүргізілген, мына дәл солай мына нүктеде симметрия жүргізілген О нүктесіне арқылы. Түсінікті, мынау былай жүргізілген, мысалы, мынау былай жүргізілген симметрия О нүктесі арқылы. Тағы да біледі айтам. Мынаумен без, міне мынау симметрия. Мына же бір түзумен симметрия емес, біз үйреніп қаламыз ғой, айнамен түзумен симметрия жасау. Мына жерде түзумен емес, мына же нүктемен симметрия жүріп жатыр. Түсінікті, мына нүкте, мына О нүкте арқылы симметрия мынаққа кетеді. Түсінікті, мына нүкте мынаққа кетеді. Сол сияқты жаңа қабырғаларды да солай. Мына қабырға былай кетеді. О нүктесі арқылы. Теорема 9-2. Нүктеге қарағандағы симметрия арқылы түрлендіру қозғалыс болып табылады. Түсінікті, жаңағы жерде қозғалыс болып табылады деп айтуға болады, негізі кері тұрса да. Мен жаңа ойланып келіп ойладым да, қозғалыс болып келеді болады. Дәлелдейік. Мысалы, X пен Y F фигурасының еркінше алынған екі нүктесі болсын. О нүктесіне қарағандағы симметрия арқылы түрлендіру бұл нүктелерді X штрих, Y штрих нүктелеріне көшіреді. XOY және X штрих, OY штрих үшбұрыштарын қарастырамыз. Үшбұрыштар теңдігі бірінші белгісі бойынша, үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша, бұл үшбұрыштар тең. Неге бірінші белгісі бойынша? Себебі олардың О төбесіндегі бұрыштар вертикаль бұрыштары. Ал О нүктесіне қарағандағы симметрияның анықтамасы бойынша OX тең OX штрихке. OY тең OY штрихке. Үшбұрыштардың теңдігінен мына жерде бізде не шығады? Егер мына үшбұрышқа тең болса, көріп тұрады неге тең екен? Ол екі қабырғасы мен осы екі қабырғаның ортасында жатқан бұрыш, бірінші үшбұрыштың, екінші үшбұрыштың бұрышы мен екі қабырғасы және ортасында жатқан бұрышқа тең. Яғни бұл үшбұрыш, екі үшбұрыш бір-біріне тең. Егер екі үшбұрыш бір-біріне тең болса, онда X, Y бізде мына кесінді тең X штрих, Y штрих кесіндісіне. Яғни мынаның өзін қарастыратын болсақ та, қазір мына ал үшбұрыштың теңдігінен X, Y тең X
штрих, y штрих қабырғаларының теңдігі шығады. Ал бұл О нүктесіне қарағандағы симметрия қозғалыс болады деген сөз. Яғни О нүктесі арқылы симметрия мына жерде қозғалыс болатын дегенді біз дәлелдедік. Дұрыс па? Және мен жаңа айтайын деп отырғаным, тіпті мына жерден қарайтын болсаңдар, көрдіңдер ма? Бізде дейтін не шығып тұр? Мынаны мен мынаны қосатын болсақ, мысалы, мына жермен мына жерді қосатын болсақ, не шығып тұр бізде? Бізде параллелограмм шығып тұр, көрдіңдер ма? Дәл осы сияқты параллелограмм шығып тұр. Сондықтан мен айтып тұрғаным, мына параллелограмм деген О нүктесінен симметрия. Симметрия ортасы. О нүктесі симметрия ортасы мына жерде. Түсінікті ғой, Есеп шығарайық. 7-ші есеп. Үшбұрыштың симметрия ортасы болу мүмкін бе дейді. Үшбұрыштың симметрия ортасы болу мүмкін емес меніңше. Неге? Себебі дейтін, оны қай жерге қоясыздар? Мысалы, мына жерге қойсаңыз, ол тіпті тең бүйірлі болса да, ол келмейді жаңағы симметрияға. Он үзіліп кетеді деген сияқты, да? Білмеймін, қай жерге қоюға болады. Мысалы, бір қабырға емес, ортасына неге бір төбесіне қойайық дейік, мысалы, да? Мысалы, мына төбесіне тұрды дейік ал. Сонда қалай? Одан бүйтіп симметрия жасайтын болса, ол екінші үшбұрыш болып кетеді уже, екі үшбұрыш. Түсініпсіздер ма? Мына жақта екінші үшбұрыш болып кетеді. Кішкене келіспей кетеді, да, олай төбесінде болса. Қабырғасында болса, тағы келіспей кетеді. Сондықтан үшбұрыштың симметрия ортасы болу мүмкін емес. Үшбұрыштың симметрия ортасы болуы мүмкін емес. Болуы мүмкін емес. Үй жұмысын берейін. Үй жұмысына 3-ші, 5-ші, 6-ші, 8-ші және 11-ші. Барлығы оңай, негізі былай түсіндіріп кететін ешқайсысы жоқ. Тағы да бір рет айтамын, түсінбегендерің жаңағы есептерді тастап кетулеріңізге болады. Және де бір үстінен тағы бір қызық есеп көріп қалсаңыз, жай ғана оқып жіберуіңізге болады. Жақсы балалар, осымен сабақ бітті. Сау болыңыздар.